Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар. Сіздермен онлайн уақытында Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәні мұғалімі Жайырбаева Ыршан Сагдолдина. Құрметті оқушылар, біз бүгін сіздермен тағы да бір табиғаттың тылсым сырына көз жүгіртіп, ұғып, ғылыми көзқарас қалыптастыруға тырысамыз. Олай болса, сабағымызға сәттілік тілеп, сабағымызды бастайық. Құрметті оқушылар, жер бетінде алғашқы тіршіліктің пайда болуы адамзатты қызықтырған сұрақтардың бірі. Яғни алғашқы бір жасушалылар, олардан көп жасушалылар қалай пайда болуы мүмкін? Химиялық эволюция мен биологиялық эволюцияның шекарасын не байланыстырады деп ойлайтынымыз анық. Олай болса, бүгінгі сабағымыз арқылы осы табиғат пен ғылым арасына көпір орнатып, көптеген сұрақтарға жауап алайық. Мына алдарыңызда тұрған шыны ыдыс. Шыны ыдыста сұйықтық бар. Осы сұйықтықты әлі тіршіліктің белгісі білінбеген бірінші реттік мұхит сорпасы деп ойлайық. Сұйықтықта әртүрлі өздеріңіз көріп отырғандай нәрөз молекулалары, май тамшылары, көмір су молекулалары, тағы да басқа органикалық қосылыстар қалқып жүрген концентрациялы ерітінді. Осы ерітіндіден органикалық заттар, өзіміз айтып кеткендей, оқшаулану үшін олардың сыртын жарғақша қаптау керек болды. Яғни осы жарғақшаның болуы алғашқы жасушалардың пайда болуының алғы шарты болды. Олай болатын болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз осы биологиялық мембраналар тақырыбына, олардың атқаратын қызметтеріне, сонымен қатар құрылысына арналады. Олай болатын болса, дәптерімізді алып, сабақтың тақырыбы енжар тасымалдану механизмін түсіндіру, беттік ауданының көлемге пропорциясын есептеу және заттардың тасымалдауына қатысты олардың негізгі қатынастарын түсіндіру деп тақырыпты жазамыз. Оқу мақсаты енжар тасымал механизмін түсіндіру, беттік ауданның көлемге пропорциясын есептеу және заттардың тасымалдауына қатысты олардың негізгі қатынастарын түсіндіру. Яғни бұл оқу мақсатына біз, құрметті оқушылар, сіздермен зертханалық жұмыс жасау арқылы жетеміз. Оқудың тілдік мақсаты. Сабағымыздың соңында біз ауызша және жазбаша түрде мысалдар келтіре отырып, енжар тасымалдау түрлерін сипаттай алуға міндеттіміз. Пәнге қатысты лекция мен терминология. Баяу зат тасымалы, енжар транспорт, немесе пассивті транспорт деп айтамыз. Диффузия, жеңілдетілген диффузия, осмос, концентрациялар градиенті, талғамалы өткізгіштік, қозғалыс, бөлшектер, баяу концентрация, энергия, зат. Өздеріңіз көріп отырғандай, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда көптеген пәнаралық байланыстар орнайды. Яғни біз сіздермен физиканың заңдылықтарын, химияның заңдылықтарын, сонымен қатар математикалық есептеулер арқылы осы сабағымыздың мақсатына жетуге тырысамыз. Сабақ соңында біз сіздермен бірнеше диалог құруымыз керек. Яғни оған қатысты сөздер өздеріңіз көріп отырғандай, заттар концентрациясы градиенті бойымен қозғалады, талғамалы өткізгіш заттар мембрана арқылы жылжиды, заттар жоғарыдан төменгі концентрацияға жылжиды, заттар X бойымен төмен қарай Y арқылы адан B-ға жылжиды. Себебі, яғни осындай топтамалар арқылы біз сіздермен сабағымызды түсінбегенімізді анықтайтын боламыз. Жетістік критерийі төмендегідей. Қандай жағдайда біз оқу мақсатына жетеміз? Егер оқушы енжар тасымалдың түрлерін ауызша немесе жазбаша сипаттаса, оқушы енжар тасымал механизмін түсіндірсе, оқушы мақсатқа жету үшін жұмыстың кемінде 80%-ын орындаса, оқу мақсатына жетеді. Күтілетін нәтижеге тағы да бір көз жүгіртіп өтейік. Яғни сіздер сабақ нәтижесінде, сабақ соңында жасушадағы тасымалдану түрлерімен таныса отырып, білімдеріңізді тереңдетесіздер, сонымен қатар бір жүйеге келтіресіздер. Сабақты дамытатын дағдылар салыстыру, талдау, сонымен қатар практикалық жұмыс жүргізу арқылы диффузия үрдісі жылдамдығына әсер ететін факторларды зерттеу, оқушылардың логикалық ойлау жолдарын сабақты өзгеше ұйымдастыру жолымен дамыту,
рационалды сабақ көмегімен оқушылардың танымдық әрекеттерін, тұрмыстық, психологиялық қызығушылықтарын арттыру, жаңа ойларын туындату. Енді құрметті оқушылар, бұл сабақты бастамас бұрын ең алдымен жасушаның құрылысын есімізге түсіріп алайық. Яғни 6 сыныпта өтіп кеткеніміздей, жасушаны оқытатын ғылым цитология, кез келген тірі ағзаның негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Енді жасушаның өзі ядродан, цитоплазмадан және беткі аппараттан, кез келген эукариот жасушасының мысалында қарастырып отырмыз. Яғни тағы да бір рет қайталап айтамын, ядро, цитоплазма және беткі аппараттан тұрады. Енді беткі аппараттың өзі қабықшаның сыртқы қабаты және плазмалық мембранадан тұрады. Қабықшаның сыртқы қабаты дегеніміз ол жасуша қабырғасы немесе гликокаликс. Енді әртүрлі ағзаларда тіршілік әрекетіне байланысты осы жасуша қабырғасы қандай органикалық заттардан құралған, соны қарастырайық. Яғни жасуша қабықшасын сыртқы және ішкі деп бөлуімізге болады. Сыртқы жаңа жоғарғы слайдта айтып кеткендей, ол гликокаликс болатын болса, енді осы гликокаликс көптеген ағзаларда, саңырауқұлақтарда, өсімдіктерде және бактерияларда белгілі бір органикалық заттан тұрады. Есімізге түсірейікші, құрметті оқушылар. Дұрыс айтасыздар. Яғни саңырауқұлақтарда ол көмірсу, яғни күрделі көмірсу хитиннан тұратын болса, өсімдіктерде ол жасуынықтан, ал бактерияларда мурейннен тұрады. Хитин мен мурейн ол күрделі көмірсуларға жататын болса, ал жасуынық ол полисахарид. Енді ішкі жасуша қабықшасы дегеніміз ол плазмалық жарғақша немесе мембрана. Енді осы ұғымды әртүрлі әдебиеттерде әрқалай топтастырады. Яғни әдебиеттерден мынандай алдарыңызда тұрған ұғымдарды кездестірген кезде олардың бәрінің бір ұғым екеніне көз жүгіртулеріңізге болады. Яғни жасуша жарғақшасы, кейбір оқулықтарда оны мембрана деп атайды, кейбір оқулықтарда ол плазмолема, цитолема, плазмалық жарғақша және жасушалық мембрана. Яғни бұл ұғымдардың барлығы бірдей ұғымдар. Енді бұл жасушаның мембранасының құрылысы өте күрделі болғандығы сонша 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарына дейін көптеген ғалымдар осы жұмыспен айналысты. Ең бірінші ғалымдардың ұсынған моделі Клем моделі деп аталады. Ол жерде нәруіздер мен липид молекулалары бір-бірімен жанаса орналасады. Екінші модель бутерброд немесе сэндвич модели деп аталатын модель. Үшінші модельді 1972 жылы Никольсон мен Сингер алғаш рет ашты. Енді осы ғалымдардың ашуы бойынша бұл модель сұйықтық теңбіл модели деп аталады. Бұл модельдің өзіндік ерекшелігі сол, әдетте осы сұйықтық теңбіл модельді сабын көпіршіктермен теңестіреді. Яғни сабын көпіршіктерін бөліп жібергенде, яғни олар қиылып қалмай тұйық жүйе түзетін сияқты, осы сұйықтық теңбіл модельде де сондай жүйе түзеді. Енді осыны видеоматериалдар қарап танысайық. Өздеріңіз көргендей видеоматериал, яғни сұйықтық жасуша мембранасының сұйықтық теңбіл моделі. Енді осы жасуша мембранасының құрылысын қарастырайық. Суретте көріп отырғандарыңыздай, жасуша мембранасы липидтердің екі қатар амфипатиялық молекулаларынан тұрады. Мұндай әр молекула екі бөліктен, бас және құйрықтан тұрады. Бас әдетте гидрофилді, жасушаның ішкі және сыртқы қабаттарында орналасады, а гидрофобты қабаты бір-біріне қарап ішкі жақта орналасады. Құрметті оқушылар, гидрофилді деген және гидрофобты деген ұғымдарды есімізге түсіреміз. Дұрыс айтасыңдар, гидрофилді ол суды өткізетін, ал гидрофобты дегеніміз керісінше суды өткізбейтін жасушалар болатұғын. Енді осы жасуша мембранасы осындай қос қабаттан тұрады екен. Фосфолипид молекуласында бір май қышқылы қаныққан, екіншісі қанықпаған. Липид молекулалары бір моноқабат шегінде бүйір бағытта оның 7 дәрежесі секундта орын ауыстыруға бейім. Билипидті қабатқа сұйықтық тәрізді беткі керілу тән. Нәтижесінде ол тұйық қуыс түзеді.
Енді өздеріңіз көріп отырғандай жаңағы гидрофилді және гидрофобты бөліктеріне тағы да бір назар аударып өтейік. Яғни гидрофилді басы, гидрофобты құйрығы. Әдетте гидрофилді басы холиннен, фосфор қышқылының қалдығынан және глицеролдан құралады. Ал гидрофобты басы өзіміз айтып кеткендей қаныққан және қанықпаған май қышқылынан тұрады. Енді осы басы, деді жаңа гидрофилді басы зарядталған оң және теріс зарядтар. Өйткені бұл жердегі фосфор қышқылының қалдығы әдетте теріс зарядталған. Ал енді құйрығы гидрофобты, онда ешқандай зарядтар болмайды. Енді осы жасуша мембранасындағы билипидті, немесе жаңа липидті қабат қандай екен, осыны видеоматериалдан көрейік. The plasma membrane surrounding a cell controls both the type and the amount of all substances that enter and leave the cell. This membrane is a double layer of phospholipid molecules with embedded protein and cholesterol molecules. Every phospholipid molecule has a non-polar region and a charged polar region. Placed in water, these split personality molecules form a bilayer made of two rows of molecules. The non-polar regions in the two rows point toward each other, with the charged polar regions of the two rows facing in opposite directions. This arrangement keeps the non-polar hydrophobic regions away from the water and the polar hydrophilic regions in contact with the water. The non-polar tail region of a phospholipid is composed of two fatty acid chains. Because it's non-polar, this region does not interact with water molecules, which are polar. The polar head region contains a negatively charged phosphate group and a positively charged nitrogen group. Being polar, this charged region interacts with water molecules. Small uncharged molecules, such as oxygen and carbon dioxide, pass through the plasma membrane via simple diffusion. For these molecules, the membrane does not form a barrier, and their movement is controlled only by a concentration gradient. When the concentration is higher outside the cell than inside, the net movement of molecules is into the concentration is the same on the two sides of the membrane. The end result of simple diffusion is the same whether the initial concentration is high inside or outside the cell. Because they carry an electric charge, potassium ions cannot cross the plasma membrane in either direction via simple diffusion, even in the presence of a concentration gradient. These ions are repelled by the hydrophobic interior of the membrane. If this cell is to increase its concentration of potassium ions, it must do so through some process other than simple diffusion. Protein molecules are too large to cross the plasma membrane in either direction by diffusion, even in the presence of a concentration gradient. If the cell needs to import some of these proteins to carry out its tasks, or export some of the proteins synthesized inside the cell, it will have to do so by some mechanism other than simple diffusion. Facilitated diffusion along a concentration gradient is one means of transport for ions and for large molecules that are not able to cross the plasma membrane via simple diffusion. In this type of diffusion, the ions molecules either pass through a channel transport protein embedded in the cell's membrane or are transported by a carrier protein embedded in the membrane. Notice that, as with simple diffusion, facilitated diffusion occurs only while there's a concentration gradient. Here, the net movement of the potassium ions is into the cell. If the concentration of potassium ions is greater inside the cell than outside, net movement is out of the cell until the concentration is the same on both sides of the membrane. Molecules too large to cross the membrane by simple diffusion can be transported by a carrier transport protein. As the transport protein facilitates the diffusion of the molecule shown here, the protein changes its shape as the molecule passes through. If the concentration of molecules is higher outside the cell, then the net movement of the molecules is into the cell until the concentration is the same on both sides of the membrane.
Active transport is required when a cell must transport molecules or ions against a concentration gradient from a region of low concentration to a region of high concentration. To perform this type of transport proteins in the cell use energy, typically in the form of ATP, to change shape and move the ions or molecules across the membrane. The transport protein releases the ion or molecule on the other side of the membrane and also releases the remnants of ATP, which are ADP and a phosphate group. Note that active transport does not stop once the concentration of the molecules inside the cell equals the concentration outside the cell. This is very different from the diffusion case because diffusion must stop when this equilibrium state is reached. Because active transport uses energy, it can move all of the molecules into the cell, even when they're being moved against a concentration gradient. Алғашқы жасушаларда сабағымыздың басында айтып кеткені мембрана қалай пайда болды? Енді осы сұраққа тағы да бір назар аударып өтейік. Өздеріңіз жаңа көріп отырғандай, бір жағынан суда ерімейтін ұзын зарядсыз липидті құйрық, екінші жағынан полярлы бас. Егер оны қиып алса, суда ериді. Сондықтан да сулы ортаға түскенде фосфолипид молекуласы өзінің бір уақытта полярлы басымен еруге, ал құйрығын суламауға ұмтылады. Осындай бір-біріне қарама-қарсы талапты орындау үшін липидті молекулалар топтарға бірігеді. Гидрофилді басы жасушаның ішкі және сыртқы қабатына қарап, гидрофобты қабаты бір-біріне қарап ішкі жағына орналасады. Осындай құрылымды мицелла деп атаймыз. Мицелла яғни өздеріңіздің алдарыңызда экранда көрініп тұр. Енді осы би қабаттың түзілгенін анықтау үшін біз сіздермен мынадай тәжірибе жасайық. Яғни ыдысқа өлшемді стакан, осы өлшемді стаканға су құямыз да зәйтүн майын тамызамыз. Бірнеше тамшы зәйтүн майын. Яғни не үшін зәйтүн майын алып отырмыз? Бұл жердегі зәйтүн майын алып отырған себебіміз зәйтүн майы осы мембрананың липидтеріне табиғаты жағынан ең ұқсас май. Енді осы май тамшыларын өте қатты қозғалыста араластырамыз. Яғни, енді назар аударсаңыздар, араластыру нәтижесінде, яғни мицелла түзіледі. Мицелла гидрофобты бөлігі ішке қарай тізіліп, сумен жанасудан қорғалады. Осылай, жаңа сіздердің сабақтың басында өзіміз көргендей, мына жердегі алғашқы мұхитта мембрана осылай пайда болған. Енді мембранадағы липидтердің маңызы қандай? Өзіміз көріп отырғандай, липид би қабат түзеді. Липидті би қабат сұйық құрылымды, сырғымалы, икемді қасиеті бар. Сондықтан мембрана қозғалмалы, үнемі жаңарып отырады. Би қабаттың нәтижесінде мембрана ішкі байланыстарын үзбей, өзінің пішінін өзгертіп иілгіш келеді. Плазмалық мембрананың сырғымалылығы оның гидрофобты фосфолипид қабатының қасиетіне байланысты. Мембраналық липидтар мен нәруіздер жарғақшада орын ауыстыра алады және зақымданған жері қалпына келеді. Мембрана екіге бөлінген жерінен өздігінен тұйықталып, бір тұтас құрылым құрайды. Билипидті қабаттың таңдап өткізгіштік қасиеті бар. Енді, құрметті оқушылар, төмендегі тапсырманы орындап, жетістік критерийіне назар аударайық. Берілген суретте А, Б, С және Д әріптермен мембрананың қандай құрылымдары берілген? Қандай жағдайда мақсатқа жетеміз? Берілген суреттен билипидті қабаттың құрам бірліктерін дұрыс анықтаса, оқушы мақсатқа жетеді. Енді, құрметті оқушылар, жасуша мембранасының билипидтен тұратынын ұқтық, яғни май қабаттары болатын. Келесі сабағымыздың басында айтып кеткендей, бұл жерде органикалық қосылыстардың барлығы болу керек деген тұжырым жасаған болатығымыз. Жасуша мембранасының негізгі қасиеттері және соған байланысты функциялары қандай органикалық қосылысқа байланысты болуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ол нәруіз молекулалары. Енді осы протеиндер қандай қызмет атқарады екен және қалай орналасады екен, оның қандай түрлері бар екен, осы сұрақтарға жауап берейік. Плазмолемадағы протеиндер шеткі немесе перифериялық,
трансмембраналы, сонымен қатар жартылай трансмембраналы деп 3 топқа бөлінеді. Шеткі нәруыздөр, суретке назар аударамыз. Шеткі нәруыздің бір қабаты фосфолипидтердің сыртында, ал бір қабаты жасушаның ішкі моно қабатында орналасады. Мембранаға жартылай батып орналасқан нәруыздар жартылай трансмембраналы деп аталады. Мембрананың қақ жары орналасқан нәруыздар трансмембраналы, немесе оларды басқаша интегралды деп атайды. Енді, құрметті оқушылар, біз сіздермен мембрананың липидті қабаттан, сонымен қатар олардағы нәруыздардың молекулалары болатынын білдік. Енді мына берілген материалдан жасуша мембранасының моделін жасап, негізгі құрылымдарды және олардың атқаратын қызметтерін атаймыз. Алдарыңызда көріп отырған материал, яғни мен сіздерге оның сайтын көрсетіп қойдым. Құрметті оқушылар, мұғалімдер өздеріңіз осы сайттан кіріп бұл материалдарды жүктеп алуларыңызға болады. Яғни бізге осы түрлі түсті қағаз, қайшы және желім керек. Түрлі түсті қағазда өздеріңіз көріп отырғандай, жаңағы мембрана, жасушаның беткі аппараты дедік, немесе осы мембранамыз, қос қабатты мембрана, билипидтен тұратын, және нәруыз молекулаларының шартты белгілері берілген. Енді осы материалдарды пайдалана отырып, біз сіздермен мембрананы құрадық. Тағы да бір рет қайталап өтейік. Яғни мембранада жаңағы билипидті қабат, оның басы гидрофилді және гидрофобты құйрықтары. Және нәруіздік каналдарды біз сіздермен мынандай қима қағаздар арқылы жасай аламыз. Енді бұл нәруізді каналдарымыз қандай заттарды өткізеді, яғни осындай тәртіпте жасап, жабыстырып, біз сіздермен осы мембрананың моделін немесе макетін құрастыра аламыз. Жетістік критерийі: қандай жағдайда мақсатқа жетеміз? Оқушы берілген материалды пайдалана отырып, жасуша жарғақшасының моделін құрып, құрылымдық бірліктерін атайды. Липид, көмірсу және нәруыз молекулаларының атқаратын қызметтерін дұрыс анықтайды. Жақсы балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Заттардың жасуша ішіне, немесе жасушаның сыртына, сонымен қатар цитоплазма арқылы әртүрлі жасуша органеллаларына тасымалдануы мембрана арқылы жүзеге асады. Мембрана арқылы заттардың тасымалдануының екі тәсілі бар. Оның біреуі енжар тасымал, екіншісі белсенді тасымал. Енді енжар тасымал дегеніміз не екен? Мембрана арқылы заттардың концентрация айырмашылығына қарай қозғалуына энергия қажет болмаса, онда мұндай тасымалды енжар тасымалдану немесе диффузия деп атаймыз. Сіздерге диффузия құбылысы физика пәнінен белгілі. Қазір біз сіздермен марганцовканы, яғни калий марганец O4 тұзын осы суға ерту арқылы диффузия процесін байқай аламыз. Назар аударыңыздар. Марганцовка. Енді диффузия қандай жағдайда жылдамдығын арттырады диффузияны, яғни араластырған жағдайда, немесе температураны көтерген кезде, немесе әрекеттесетін заттардың концентрациясы өте жоғары болған кезде диффузия жылдамдығы артады. Енжар тасымалдың түрлері қандай? Қарапайым диффузия заттардың билипидті қабат арқылы тасымалдануы. Яғни әдетте бұл төменгі молекулалы заттар. Оттегі молекуласы, мысалы үшін көмір қышқыл газының молекуласы. Мембрана саңылаулары арқылы жүретін диффузия, канал түзетін нәруіздер арқылы. Жеңілдетілген диффузия тасымал мембранада орналасқан тасымалдаушы нәруіздер көмегімен жүзеге асады. Глюкоза, амин қышқылы, нуклеотидтер осындай жолдармен мембранада орын ауыстырып, мембрананың бір жағынан екінші жағына тасымалдана алады. Сонымен қатар енжар тасымалдың тағы да бір түрі ол су молекуласының тасымалы. Әдетте су молекуласының тасымалын осмос деп атаймыз. Өсімдіктердегі осмос қысымы осы құбылысқа негізделген. Диффузия арқылы қандай молекулалар мембранадан өте алады? Өздеріңіз көріп отырғандай газдар, көмір қышқыл газы мен оттегі, полярлы емес молекулалар, мысалы үшін бензиннің молекуласы, кіші полярлы молекулалар, этанолдың молекуласы,
жасуша мембранасынан ешқандай кедергісіз өте алады. Ал енді глюкоза сияқты, амин қышқылдары сияқты, сонымен қатар нуклеотидтер, жаңа өзіміз айтып кеткен, яғни олар ірі полярлы молекулалар, сонымен қатар зарядталған молекулалар нервус каналдары арқылы өтеді. Енді осы мембрананың негізгі қасиетінің бірі заттарды таңдап тасымалдаумен сипатталады. Кейбір заттар мембрана арқылы өте алады, ал кейбір заттар өте алмайды. Енді осы глюкозаның мембрана арқылы қалай өтетінін жаңағы мынандай тәжірибе арқылы қарауымызға болады. Ол үшін бізге ең бірінші диализ түтікшесі керек. Осы диализ түтікшесіне біз сіздермен крахмал ерітіндісін құямыз. Крахмал ерітіндісін диализ түтікшесіне құйып, енді есімізге түсіріп отырайық, крахмал полимер болатын, енді оны мономерлерге ыдырату үшін бізге белсенді түрде, міндетті түрде сілекей, немесе сілекейдің құрамындағы амилаза ферменті қажет. Осы диализ түтікшесін біз су ерітіндісіне қойып қоямыз. Енді осы мына диализ түтікшесінің қасиеті тура мембранадағы сияқты, ол заттарды талдап өткізеді. Қандай заттар осы мембрана арқылы өтті, қандай заттар өтпеді, біз оны, яғни жаңа глюкозамызды, крахмалдың гидролизі жүріп, ол мономерлерге ыдырағанын біз мына тәжірибе арқылы көреміз. Яғни ең бірінші, ал мына затымызды біз крахмалға тексеріп көреміз. Крахмалға сапалық реакция ол йод ерітіндісі арқылы жүреді. Пробиркадағы затымызға біз йод ерітіндісін тамызамыз. Йод ерітіндісін тамызамыз, яғни өздеріңіз көріп отырғандай ешқандай өзгеріс жоқ. Йод түсін өзгерткен жоқ. Келесі сынауыққа тағы да сұйықтықты аламыз. Енді глюкозаға сапалық реакция жасаймыз. Бұл сұйықтыққа Бенедикт реакциясын құйып, Бенедикт реакциясын құйып, енді осы қоспамызды қыздырамыз. Ол үшін сынауықты ұстағышқа орнатып, спирт шамын жағу арқылы, яғни спирт шаммен жұмыс жасағанда, құрметті оқушылар, барлық қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Енді сынауықты көлбеу бағытта ұстап, бірінші сынауықтың барлығын одан кейін жайлап қыздырамыз да, белгілі бір уақыт өткеннен кейін қай жерде затымыз тұр, сол жерін қыздыра бастаймыз. Яғни өздеріңіз байқағандай сынауықтың түсі өзгеріп келеді. Көктен жасылқын түске өзгерді. Ондан кейін барып қазір тәжірибе соңында нәтижесін көрсетейін. Яғни қызыл кірпіш ерітінді түзілді. Бұл жасуша мембранасы арқылы заттардың, яғни талғап тасымалданғанын көрсетеді. Енді осы тапсырмада орындаған оқушы, яғни берілген материалды пайдалана отырып, жасуша мембранасы арқылы ірі молекулалардың өте алмайтын тәжірибе арқылы дәлелдесе, құрал жабдықтармен жұмыс жасай білсе, сонымен қатар техникалық қауіпсіздік ережесін сақтаған оқушы оқу мақсатына жетеді.
Иондар мен ірі полюсті молекулалар мембрананың гидрофобты үлескілерімен тебіледі. Сондықтан олар диффузия арқылы өте сирек тасымалданады. Енді осындай молекулалардың тасымалдануы қандай механизмге негізделген? Кейбір иондар мен полюсті молекулалар жасушаға ерекше тасымалдаушы нәрөздердің көмегімен түседі. Бұл нәрөздердің сумен толтырылған гидрофилді каналдары немесе саңылауларының пішіні тасымалдайтын ион молекуланың пішініне сәйкес келеді. Кейде канал бір нәрөз молекуласының ішінен емес, бірнеше көршілес жатқан молекулалар арасынан өтеді. Диффузия каналдар арқылы екі бағытта да жүреді. Мұндай диффузияны жеңілдетілген диффузия деп атайды. Немесе жеңілдетілген диффузия, жаңа өзіміз айтып кеткенде диффузияның түрлеріне қарастырғанда, яғни келесі бейтарап диффузия дегеніміз не екен? Қарапайым диффузия кішірек нейтралды молекулаларда жүреді, яғни су, көмірқышқыл газы, оттегі сияқты. Сонымен қатар төменгі молекулалар органикалық заттар, бензол, спирт тарға тән. Қарапайым диффузия кезінде жасушадан тысқары сұйықтықта еріген кішірек молекулалар мембранада еріп, одан кейін жасуша ішілік сұйықтыққа өтеді. Мембрана арқылы заттардың өту жылдамдығы молекуланың гидрофобтылығының дәрежесін көрсетеді. Жеңілдетілген диффузия деп мембранадағы арнайы маманданған нәрөздердің көмегі арқылы молекулалардың мембранадан тезірек қозғалуы. Бұл үрдіс қарапайым диффузияға қарағанда тезірек жүреді, дегенмен мембранадан өту жылдамдығы шектеулі. Жеңілдетілген диффузия суда еритін заттарға тән. Жеңілдетілген диффузияның бірнеше механизмі бар. Ол арнайы тасымалдаушы қозғалмалы нәрөздердің көмегімен жүзеге асады. Мембрананың бір бетінен тасымалданатын заттарды бекітіп, екінші бетінен босатады. Мембрананы қиып өтетін ішкі нәрөздердің конфигурациясын өзгерту арқылы заттардың тасымалдануы, мысалы нәрөз молекуласы өз-өзінен айналуы. Осы аталған дардың барлығы жеңілдетілген диффузияның механизмдері болып табылады. Жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалы бірнеше мынандай түрлер арқылы жүзеге асырылады. Котранспорт немесе симпорт деп аталады. Бір мезетте екі молекуланы бір бағытта тасымалдау. Антипорт қарама-қарсы бағытта бір мезетте екі молекуланы тасымалдау. Унипорт бір молекуланың мембрана арқылы тасымалы. Енді осы айтып кеткен тасымал түрлерін видео материалдан қарап керекті жерлерін жазып отырамыз. Dissolved in a solution are in constant random motion due to their kinetic energy. One result of this motion is that dissolved molecules become evenly distributed throughout the solution. This tendency of molecules to spread out is an example of diffusion. But how do these molecules come to be evenly distributed? Let's start with a beaker of plain water. What will happen if we now add a lump of sugar to the water? A lump of sugar is composed of many individual sugar molecules, and even as a solid lump, the individual sugar molecules are in motion. When the lump is dropped into the water, it begins to dissolve. Individual sugar molecules move randomly and constantly from the area where they are common to the area where they are scarce. This type of motion, when molecules move from areas of their higher concentration to areas of their lower concentration, is called diffusion. Diffusion continues until all the sugar molecules become evenly dispersed throughout the beaker. The rate of diffusion is affected by temperature, size of molecules, and the steepness of the concentration gradient. Although not specifically shown in this animation, this is one of the processes whereby materials are exchanged between a cell and its environment. Кәне құрметті оқушылар, ұғымдарды тағы да бір рет қайталап өтейік. Яғни котранспорт немесе симпорт бір мезетте екі молекуланы бір бағытта тасымалдау. Антипорт өзінің ұғым айтып тұрғандай қарама-қарсы бағытта бір мезетте екі молекуланы тасымалдау. Унипорт бір молекуланың мембрана арқылы тасымалдануы.
Енді жеңілдетілген диффузия дегеніміз не екен? In the process known as facilitated diffusion, a special carrier protein with a central channel acts as a selective corridor which helps molecules move across the membrane. These special carrier molecules that form the protein channel bind only to a specific molecule, such as a particular sugar or amino acid. Once the molecule binds to the carrier protein, this protein helps or facilitates the diffusion process by changing shape and moving the molecule down its concentration gradient through the membrane into the cell where it is released. Facilitated diffusion is similar to simple diffusion in that both involve movement of molecules down their concentration gradient, and this movement is carried out without any input of energy. However, in facilitated diffusion, the movement of molecules will only take place if it is facilitated or helped by a special protein carrier in the membrane. Facilitated diffusion can occur in either direction depending on the concentration gradient. If there is a higher concentration of the particular molecule inside the cell, the same carrier protein would then transport the molecules out of the cell. Енді біз сіздермен айтқанда жаңағы осмос, ол да диффузияның, яғни судың молекуласының тасымалдануы деп айтқан болатынбыз. Жасушаға судың тасымалдануы осмос құбылысы арқылы жүзеге асады. Осмос деген грек тілінен аударғанда қысым деген мағынаны береді. Су молекуласы кіші болғандықтан жарғақшаның май молекулалары арасынан полярлы болса да өтіп кете алады. Су молекуласының диффузиясы осмос деп аталады. Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule, such as urea, is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar. Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. Енді, құрметті оқушылар, осындай құбылыстар жануарлар жасушасында қалай жүзеге асады? Мысал үшін, қан жасушаларын, яғни эритроциттерді концентрациялы әр түрлі ерітінділерге салған кезде олар қалай өзгереді? The process by which water molecules diffuse across a cell membrane from an area of high concentration to an area of low concentration is called osmosis. The net direction of osmosis depends on the relative concentration of solutes on the two sides of the cell membrane. Solutes are organic and inorganic compounds. If the concentration of solutes in the solution surrounding the cell is higher than the concentration inside the cell, the solution is hypertonic. Water diffuses out of the cell until equilibrium is established. Hypertonic solutions can cause cells to shrivel up. If the concentration of solutes in the solution surrounding the cell is equal to the concentration inside the cell, the solution is isotonic. Water diffuses in and out of the cell equally, and the cell maintains its normal shape. If the concentration of the solution surrounding the cell is lower than the concentration inside the cell, the solution is hypotonic. Water diffuses into the cell until equilibrium is established. Hypertonic solutions can cause cells to swell,
and even rupture. Әдетте эритроциттердің өмір сүріп жатқан ерітіндісі, яғни ол жерде тұздың концентрациясы 0,9 немесе физиологиялық ерітінді деп аталатын ерітінді. Ол изотониялық, яғни эритроциттер үшін өздерінің табиғи орталары болып табылады. Егер де осы эритроциттерді жоғары концентрациядағы ерітінді, яғни гипертониялық ерітіндіге салатын болсақ, эритроциттің құрамындағы суының бәрі шығып кетеді. Яғни эритроцит нәтижесінде бүрісіп қалады. Ал егер де керісінше яғни концентрациясы аз, мысалы үшін 0,5 немесе 0,8 пайыздық су ерітіндісіне салатын болсақ, керісінше бұл су ерітіндісі осмос заңдылығы арқылы эритроциттердің ішіне енеді. Бұл жағдайда эритроцит суға толып алады. Яғни әдетте бұл жасушалар жануарлар жасушасы үшін осындай құбылыс, яғни қанның немесе ішкі ортаның физика-химиялық қасиеттерін өзгерту өте қауіпті. Өйткені жасушаларда жасуша қабырғасы жоқ. Енді диффузия жылдамдығына әсер ететін қандай факторлар, соған тоқталайық. А және Б заттар арасында концентрация айырмашылығы жасуша үшін заттарды қажет орынға тез жеткізу керек болса, диффузия градиенті жоғары болғаны тиімді. Яғни көп жақ концентрациясы жоғары жақтан, концентрациясы төмен жаққа. Яғни өкпеде бұл жиі тыныс алу немесе қан ағысы арқылы жүзеге асады. Келесі, заттардың диффузиясы жүретін мембрананың беткі ауданы үлкен болса, диффузия жылдам жүреді. Жануар жасушалары беткі ауданды үлкейту үшін микробүрлермен жабдықталған, мысалы үшін аш ішектегі микробүрлер. Арақашықтық ұлғайған сайын диффузия жылдамдығы тез төмендейді. Арақашықтықтың квадратына, яғни кері пропорционал. Диффузия қысқа арақашықтықта тиімді. Сондықтан да бұл жасуша мөлшерлеріне шек қояды. Көптеген жасушалардың диаметрі 50 микрометрден аспайтыны сондықтан да. Енді балалар, осыны дәлелдейтіндей біз сіздермен мынадай практикалық жұмыс жасаймыз. Практикалық жұмыстың атауы беткі ауданның көлемге пропорциясын есептеу және заттардың тасымалдауына қатысты олардың негізгі қатынасын түсіндіру. Не себепті жасушалардың мөлшері небәрі бірнеше нанометр? Не себепті олардың өсуі белгілі бір мөлшерге жеткенде тоқтайды? Жасушаның беткі ауданының оның көлеміне қатынасы биологиялық құбылыстарда, соның ішінде диффузия және сіңіру үрдістерінде маңызды рөл атқарады. Сабағым жаңағы алдындағы слайдта айтқандай, яғни осындай диффузияның жылдамдығын көбейту үшін кейбір мүшелерде, мысалы үшін аш ішектер бүрлермен қамтамасыз етілген. Енді бізге практикалық жұмыс барысында бірнеше өлшемдер керек, және осы өлшемдерді біз сіздермен есептей білуіміз керек. Математика пәніндегі, яғни балалар, сфераның ауданын, сфераның көмегін қалай табу керек, осы формулаларды есімізге түсіреміз. Бұл жерде S беттің, яғни ауданы болатын болса, А дегеніміз қабырғалардың ұзындығы, А квадрат және А куб. Бұл тәжірибеде сіздер заттардың агар блоктарындағы диффузиясын көресіздер. Тәжірибе беттік ауданның және көлемнің диффузия жылдамдығына әсерінің арасындағы байланысты көрсетеді. Тәжірибенің мақсаты беттік ауданның көлемге пропорциясын есептеу және заттардың тасымалдауына қатысты олардың негізгі қатынасын түсіндіру. Бізге қажетті құрал-жабдықтар көзілдірік, қолғап, халат, мұның барлығы бізге қауіпсіздік ережесін сақтау үшін қажет. Сонымен қатар тікелей зертханалық жұмысымызға қажетті материалдар: бір стакан, 250 мл өлшегішмен, сызғыш, қасық, пышақ, сүлгі, 0,1% тұз қышқылының ерітіндісі, сонымен қатар 1,5 мл фенолфталейн және агар. Жұмыс барысы: пышақ пен агарды берілген мөлшерде 3 см, 2 см және 1 см 3 кубикке бөлеміз. Кубиктерді стаканға салып, 0,1% тұз қышқылының ерітіндісін құямыз. Уақытты белгілеп, 10 минут уақыт бойы араластырамыз. Деректерді жазу үшін кесте сызып, төмендегі формуланы пайдаланамыз. Енді, құрметті оқушылар, біз бұл жерде жаңа өзіміз айтып кеткендей, пәнаралық байланысты орнату үшін алдарыңызға мынадай формуланы қойып қойым. Яғни кез келген ауданды есептеу үшін ауданды 4πr квадратқа көбейтеміз. Пи дегеніміз 3,4 тұрақты шама. Ал енді заттың көлемін табу үшін ол 3-дің 4-ке қатынасы πr куб. Енді осы
Тұрақты шамаларды R-дің орнына жаңа бізге алынып тұрған 3-2-1 сантиметрді алуымызға болады. Осындай жолмен есептеуімізге болады. Сонымен қатар келесі әрекетіміз қолғапты киіп, кубиктерді стаканнан аламыз. Сүзгі қағазбен артық суды сіңіреміз. Кубтар әбден құрғағанға дейін күтеміз. Әр кубикті екі жартыға кесіп, байқауларымызды жазамыз. Яғни әр кубиктегі H хлор диффузия дәрежесін өлшеңіз деп тұр. Яғни өлшеп алып, деректер мен нәтижелерге арналған кестемізді толтырамыз. Естімізде болса, ең бірінші біз А, яғни кубтың мөлшері 3, 2 және 1 сантиметр агар кубиктерін алдық. Беткі аудан, яғни 6-ны осы А-ның квадратына көбейтеміз. Келесі 6 куб, яғни бұл көлем. Енді осы беткі аудан тауып алған шама беткі ауданымызды көлемге бөлеміз. Сондай жағдайда бізге мынандай қорытындылар шығады. Өздеріңіз көріп отырғандай балалар, 3 сантиметр кубтың көлемі 27, беткі ауданы 2. 2 сантиметр кубтың ауданы 36, көлемі 8. 1 сантиметрдегі беткі ауданы 6, көлемі 1. Енді 27-ні 54-ті 27-ге бөлсек 2, 36-ны 8-ге бөлсек 3, 6-ны 1-ге бөлетін болсақ 6. Яғни не себепті жасушалар өте кішкентай болады? Осыны құпияға көз жеткіздік. Көптеген енді қорытындыға мынадай сұрақтарға жауап беруіміз керек. Көптеген жасушалар мен микроағзалардың мөлшері 0,1 сантиметрден көп емес. Жасушаның мөлшері мен диффузия жылдамдығының арасында қандай байланыс бар? Не себепті ірі ағзалар аздаған, үлкен мөлшердегі жасушалардан емес, бірнеше мыңдаған жасушалардан тұратын түсіндіретін болжам ұсынсаңыздар, сіздер бүгінгі оқу мақсатына жеттіңіздер. Олай болатын болса, балалар қорытындыны өздеріңіз көріп отырған слайдтан жасай аласыздар. Яғни диффузия дегеніміз не? Олардың түрлері. Үйге тапсырма. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сіздермен визуал, аудиал және кинестетиктер болып, осы мүшелерді пайдаланып жұмыс жасадық. Назарларыңызға рахмет. Барлық онлайн туралы материалды мына сайттан таба аласыздар. Сау, саламат болыңыздар.